өте дәмді сүзбелі бәліштің рецептісімен бөлісемін. Бұл рецепті ең оңай, ал дәмі керемет болып шығады. Ұнымызды үлкендеу ыдысқа илектен өткізіп саламыз. Оның үстінен сары майымызды теркадан өткізіп аламыз. Біздің сары майымыз міндетті түрде салқын болу керек, сонда теркадан жақсы өтеді. Енді осылай араластырып алғаннан соң үстінен шекерді саламыз. Тағы да араластырып аламыз. Қаймақты салып, бір жұмыртқамызды жарып салып, тағы да әрмен қарай қамырымызды жасай береміз. Біздегі қамырымыз үгітілмелі, яғни песочный болып келеді. Жақсылап араластырып аламыз. Менің қамырым жаймен бірігіп жатыр. Егер де сіздердің қамырларыңыз соңына дейін бірікпей жатса, аздап қана сүт қосып жіберсеңіздер болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай менің қамырым бірікті. Енді үстелдің үстіне қойып бір-екі рет аунатып аламын. Жаймен бірігіп жатыр. Міне қамырым дайын, осылай болып шығады. Енді салафанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Начинкасын, яғни салмасын дайындаймыз. Сүзбеміздің үстінен шекерімізді саламыз. Оның үстінен қаймақты саламыз. Жұмыртқамызды жарып салып, блендердің көмегімен араластырамыз. Егер де сіздерде блендер болмаса, шанышқының көмегімен де араластыра беріңіздер. Көп араластырып қажет емес, бір келкі болса болғаны. Тоңазытқыштағы қамырымызды алып, теңдей етіп екі бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыздың бір бөлігін оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Астына ұнды себуді ұмытпаймыз. Міндетті түрде ұнды сеуіп, қамырымызды жайып аламыз. Қалыңдығы тым қалың емес, жұқадай емес, орташа болды. Осындай противенің астына пергамент қағазын төсеп, қамырымызды осылай қойдым. Енді артық жерлерін пышақтың көмегімен кесіп аламын. Осылай болып шықты. Үстінен начинкамызды, яғни салмамызды құйып алып, бір келкі етіп жайып шығамыз. Қамырымыздың екінші бөлігінде осылай жайып шықтым. Бетіне торкөй жасау үшін осылай кесіп шығамыз. Видеодағыдай кесіп шығасыздар. Міне осылай торкөй жасап шықтым. 180 градуста 35-40 минут бойына пісіріп аламыз. Біздің сүзбелі бәлішіміз дайын. Міне дайын болып шықты. Пісті. Үстіне сахарная пудраны, яғни қант ұнтағын сеуіп шығасыздар. Бұл видео пайдалы болды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған арайлым. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.